Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге денсаулығыңызға өте пайдалы, витаминге бай әрі дәмді салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Небәрі 4 қана заттан жасалатын үй жағдайында өте дәмді салат. Ендеше бірге жасап көрейік. Ең алдымен алмамызды жақсылап жуып, тазалап аламыз. Қажет емес жерлерін алып тастаймыз. Егер сізге қабығы ұнамаса, қабығын да ашып тастасаңыз болады. Бірақ та мен осылай қабығымен турай беремін. Кубиктап, әдемілеп, майдалап турап шығамыз. Қатты үлкен қылмайсыздар. Алманы жақсы көретін болсаңыз, көп етіп қоса беріңіз, яғни балаларыңыз жақсы жейтін болады. Көп жағдайда балалар қызылшаны жемей қояды. Осылай алманы көбірек қоссаңыз, жақсылап жеп қоятын болады. Бір ыдысымызға жақсылап салып аламыз. Екінші кезекте алдын ала жуылған, кептірілген осындай қара мүйізімізді қосамыз. Шамамен 100 граммдай қоссаңыз жеткілікті. Үшінші кезекте бізге алдын ала қайнатылған, яғни қабығынан тазартылған осындай қызылша қажет болады. Қызылшаны осындай теркадан кішкентай майда көзінен өткізіп аламыз. Егер сіз қызылшаны жақсы көретін болсаңыз, көбірек қоссаңыз болады. Егер ұнамаса, осындай 2 кішкентай данасын қоссаңыз да жеткілікті. Әдемілеп кішкентай үккіштің көзінен өткізіп, салаттың үстіне жақсылап барлығын қосатын боламыз. Өте пайдалы салаттардың бірі, өзіңізге ұнаған, тағы да банан, киви секілді жеміс-жидектерді қоссаңыз болады. Бірақ та осы 4 қана құраммен өте дәмді салат шығады. Барлығын жақсылап турап алғаннан кейін үстіне йогуртымызды құятын боламыз. Өзіңізге ұнайтын йогуртты қолдана берсеңіз болады. Кез келген дәммен, және де егер де сізде йогурт болмаса, орнына қаймақпен араластырсаңыз да болады. Өте дәмді болып шығады. Құрметті менің көрерменім, дәл осы видеоның астында толық рецептін қалдыратын боламын, және де менің каналымда көптеген салаттардың рецепттері бар, өте оңай жасалады. Дәл сол салаттарды осы видеоның астына ссылкасын қалдыратын боламын. Ең соңында осылай жақсылап барлығын араластырамыз. Толықтай, яғни біздің қызылшамыздың қызыл бояуы шыққанша жақсылап тұрып араластырамыз. Мінекей осымен біздің салатымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Ең соңында осындай грек жаңғағын қолыңызбен жақсылап тұрып майдалап, бетіне әсемдік ретінде қолдансаңыздар да болады, немесе майдалап турап салатқа қосып жіберсеңіздер де болады. Егер де дастарханға ұсынатын болсаңыз, осындай әдемі етіп ұсынсаңыз керемет болады. Мінекей осымен біздің салатымыз дайын болды. Денсаулығыңызға пайдалы, өте дәмді әрі керемет салат. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен бірге болған Гүлсая, келесі кездескенше ас болсын.